Қызыл алма. Авторы Рүстем Сауытбай. Күндердің бір күнінде сары сиыр жайылып жүріпті. Күннің ыстығынан алма ағашының көлеңкесінде демалып жатады. Демалып жатып, көзі ағаштағы қып-қызыл алмаларға түседі. Сол кезде сары сиырға: осы мен ылғи жерде өсетін шөпті жеймін, енді ағаштағы жемісті жеп көрейін деген ой келеді. Мө! Деп мойнын созып, алмаға жетуге тырысады. Бірақ бой жетпейді. Алманы қатты жегісі келеді. Сары сиыр жан-жағына бір қарап, маңайында жайылып жүрген қара қойды көреді. Көмекке қойды шақырады. Қой жүгіріп келіп, сиырдың үстіне шығады. Мә! Деп мойнын созып, алмаға жетуге талпынды. Бірақ бәрібір бой жетпеді. Өйткені алма ағашы сәл өсіп кеткен екен. Қара қой жан-жағына қарағанда көзіне ешкі түседі. Ол көмекке ешкіні шақырады. Ақ ешкі жүгіріп келіп сиырдың үстіне, сосын қойдың үстіне секіріп шығады. Ме! Деп мойнын созып, алманы жұлуға тырысты. Бірақ бойы жетпеді. Себебі алма ағашы тағы да кішкене өсіп кеткен еді. Ешкі оң жағына бір қарап, қастарынан өтіп бара жатқан қоянды байқап қалады. Ешкі көмекке қоянды шақырады. Сұр қоян келіседі. Қоян секіріп-секіріп ешкінің үстіне мінеді. Хоп! Деп қолын созып, алманы алуға талпынады. Алма ағашы тағы өсе түсіпті. Сөйтіп, қоянның бойы жетпей қалады. Қоян да алманы қатты жегісі келеді. Сұр қоян оларға қарап тұрған сүйкімді кірпіні көреді. Жануарлар кірпіге мән жайды түсіндіреді. Кірпі: мен сендерге көмектесейін, дейді. Кірпі алдымен сиырдың үстіне шығады, сосын қойдың үстіне мінеді, одан кейін ешкінің үстіне шығады. Соңында қоянның басына өрмелеп шығады. Қолын алмаға созып көреді. Тағы да өсіп кеткен ағаш алмаға жеткізбейді. Кірпі көмекке біреуді шақырғысы келді. Бірақ оның тікендері болғандықтан, оның үстіне ешкім шыға алмайтын еді. Не істерін білмеген батыл кірпі: тәуекел! Деп секіріп көреді. Сол кезде кішкентай қолы бұтаққа жетіп ұстап алады. Барлық жануарлар қатты қуанып, алақай! Деп айғайлай жібереді. Кірпі бұтақты бірден сілкілейді. Пісіп тұрған қып-қызыл алмалар жерге түсе бастайды. Барлығы қызыл алмаларды армансыз жеп алады. Қарындары тойып, әркім бір-біріне рахметін айтады. Сиыр бұрын соңды жеп көрмеген алманың дәмін татып мәз болады.